Барлықтарына сәлем достар, сен деген сайтмен бүгін біз Free Fire ойнайтын боламыз. Free Fire ойнаймыз. Жаңа мен өзім аккаунтымды таныстыратын боламын. Және достар, мен бүгін ғана джекпоттан мынандай ары жатып алдым. Бірақ бәрілерінде бар деп ойлаймын, өйткені бүгін андай неге кірдім да. Шоуэн Сабитаға кірдім. И мына подарок бар тұр екен. Мен бір купонды алдым да айналдырдым. Маған 21 күн 24 сағат берді осы автоматты. Ал енді мен өзім аккаунт таныстыра берейін. Айтпақшы. Мына мен платина негізі, платина мен 3 болғам. Мен платина 1-ге түсіп кеттім, өкінішке орай. Және складқа кеттік. Складқа бізде деген ерекше ештеңе жоқ. Мыналардың бәрі үшін зауыты джекпорттан түскен. Мынау банда алмазын джекпорттан түскен. Қалғандардың бәрі қыздардың киімі. Мыналар болса, бұларды да зауыты джекпорт, мынау тоже зауыты джекпорт. Енді айтимде мынау одан басқа бар навсегда берілді. 2 күн 22 сағат берілді. Складтан шықсақ, енді менде пиццамыз жоқ, коллекцияға кірдік. Менде және 23 алмаз болған. Және мыняқта фондар өте көп емес. Және мыняқта ең бірінші осындай нух болған кезімде, бастаған кезде осындай маған берген. Мыналар бесплатно. Скин алған кезде, осы Эндрюді алған кезде маған осын берген. Және Фордты алған кезде осын берген. Қалғандардың бәрі сыйлыққа бере салған. Тимурды алған кезде берген. Софияны алған кезде берген. Мыналардың бәрі подарокқа. Еще мен мынандай жерден алғам, фрипас деген жерден. Мына жерден алғам, қазір көрсетем. Фрипас деген жерде қателеспесем алғам сол жерден. Так, мына жерден алғам. Складқа кіріп кеттім. Коллекцияға кірейік. Да, достар, тағы бір нәрсе ұмытып кеттім. Менде эмоция бар екені. Бұл эмоцияны мен алмазды джекпорттан ұтып алғам. Яғни алмаз джекпорттағы купонды алып, алмаз джекпорттан айналдырғам. Міне, менде қазір 23 алмаз, 244 деген жанындағы доллардың жанында 244 деп тұр ғой. Соның жанындағы алмаз тұр ғой. Плюс деп. Сол 23 алмаз. Жіберілді ма? Коллекцияға кірейік тағы да. Қазір. Утбокс сол баяғы простой, бірақ маған әртүрлі бере салады. Ойыннан маған тегін әртүрлі береді. Білмеймін не үшін екен. Өз жақтан ең бірінші мынандай алғам. Потом мынандай алдым. Екінші вебі, бірінші вебі. Үшінші қоян болды ғой, қоян. Сол қоян болған кезде маған тегін подарыққа беретін болған. Екінші вебі, бірінші вебі. Утбокста көрсетіп айта кеттім. Парашютта негіз менде басқа парашют болған. Білмеймін үшін жоқ болып кеткені. Мынандай смайлик қалды. Таска. Налетчик маған даже жібереді. Таскадан достар. Бұны мен білмеймін қалай ағанымды рейтингтен әйтеуір тащит етіп кеткем. Сол тащит еткеннен кейін маған жынды мынандай доска берді. Қойшы про. Так. Жынды мынандай доска берді. Бұл қымбат тұрады. Менен басқа ешкім алмаған. Қалғандардың бәрі мынандай простой ғой. Менікі деген жынды, бұл өте қымбат тұрады. Қойшы бұл Q Pro. Осындай не берді. Скейтборд келесі оружиеден кетсек. Маған ең ұнайтыны осы. Өйткені бұл урон көп береді, және дробаш ұнайтыны. АКМ'ді қазір алдым. МК'ны қазір алдым. М14 деген навсегда, бірақ маған ұнамайды бұл автомат. Не үшін ұнамайды білмеймін. 2 сағат тұрып атады. БСС ұнайды өзіме. Жұмсақ атады, бірақ жұмсақ атқан сияқты сезіледі. Граник кішкене ұнайды, бірақ кейбір кезде тимей қалатын кезде 3 патрон береді, сол үшін ұнамайды. Эмоцияда менде мынандай жаңа көрсеттім ғой, менудан. Эмоцияда мынандай ғана бар.
Алмаздын Жекпурттан алгам транспортто менде эч ким жок, өйткөнү мен достор, осы менин нем алгачкы видеом. Мен осы менен видеомду аяктаймын. Келесі көрүшкенче пока-пока. Чао. Апамда, мен зарядка болмайды.